Саламатсызбы окуучулар. Бүгүн 8-сынып Кромбут окуулугу боюнча 39 беттеги 3-ші жаттыгуу. Биринчи эсеп берилгени 5 кг кургак агачты жакканда кандай жылуу мөлшери бөлүнөт дейт. Яни берилген массасы 5 кг, мунун меншиктик жануу жылуу 8,3 мегаджоуль, яни кургак агачтын меншиктик жануу жылуу мегаджоуль бөлүнгөн килограмм. Жылуу мөлшерин табуу керек. Яни мынаны халыкаралык бириктир жүйесине келтиремиз, жоульга айналдырабыз. Онун алты дәрежеси болот. Формуласы Q тең кичинекей q көбөйтүлгөн m, меншиктик жануу жылуу көбөйтүлгөн масса. Ордуна коябыз. 8,3 көбөйтүлгөн онун алты дәрежеси көбөйтүлгөн 5 кг. Мындан чыгады бизде 41,5 көбөйтүлгөн онун алты дәрежесинде жоуль. Оны мегаджоульга айналдырабыз. 41,5 мегаджоуль болот. Келесі екінші есеп. 2 кг көмір жаққанда қандай жылу мөлшері бөлінеді дейді. 2 кг көмір жаққанда. Берілгені массасы 2 кг. Меншік жану жылуы көмірдің 33,5 мегаджоуль бөлінген килограмм. Жылу мөлшерін есептейміз. Халықаралық бириктир жүйесіне келтіргенде 33,5 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Формулаға саламыз. Яғни меншік жану жылуы мен массаны көбейтеміз. 33,5 көбейтілген оның 6 дәрежесімен 2 кг массасын. Тең болады бізде 67 көбейтілген оның 6 дәрежесі жоуль. Оны мегаджоульға айналдырсақ 67 мегаджоуль болады. Келесі үшінші есеп. 5 кг құрғақ ағашты және 5 кг шым тезек жаққанда пеш бірдей жылый ма дейді. Неліктен дейді. Берілгені бірінші құрғақ ағаш 5 кг массасы. Екінші массасы шым тезектің массасы 5 кг. Одан құрғақ ағаштың меншік жану жылуы 8,3 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Келесі шым тезектің меншік жану жылуы 15 көбейтілген оның 6 дәрежесі жоуль бөлінген килограмм. Жылу мөлшерін табу керек. Формула бойынша, яғни құрғақ ағашты бірінші құрғақ ағаш бойынша есептейміз, және шым тезек бойынша осылай жеке-жеке есептеп аламыз. Құрғақ ағаш бойынша есептесек, құрғақ ағаштың меншік жану жылуы 8,3 көбейтілген оның 6 дәрежесіне 5 кг көбейтеміз. 41,5 оның 6 дәрежесі шығады. Бұл бізде 41,5 мегаджоуль. Енді шым тезектікін есептесек, шым тезектің меншік жану жылуы 15 көбейтілген оның 6 дәрежесі жоуль бөлінген килограмм көбейтілген 5 кг масса. Осыны көбейтсек 75 көбейтілген оның 6 дәрежесі жоуль болады. Оны мегаджоульға айналдырсақ 75 мегаджоуль болады. 75 мегаджоуль. Енді екеуін құрғақ ағаш пен шым тезектікін салыстырамыз. Бізде шым тезектің несі көбірек, құрғақ ағаштікі азғантай. Несі бірдей жылый ма дейді. Бірдей жылымайды екен, шым тезектікі көбірек екен. Келесі төртінші есеп. 2 кг шым тезек жаққанда бөлінетін жылу мөлшеріне тең болатын жылу бөліну үшін мөлшері қанша құрғақ отын жағу керек? Құрғақ отын қанша жағу керек дейді. Массасы 2 кг. Шым тезектің меншік жану жылуы 15 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Құрғақ ағаштық 8,3 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Массасын табу керек, құрғақ ағаштың массасын. Формула негіз Q тең меншік жану жылуы көбейтілген масса. Яғни мына шым тезек бойынша және құрғақ ағаш бойынша деп бұлай жазып аламыз. Және екеуін теңестіреміз. Одан кейін осыдан массаны табамыз. Құрғақ ағаштың массасын тапқанда меншік жану жылуы шым тезектің меншік жану жылуы мен шым тезектің массасын көбейтіп, құрғақ ағаштың меншік жану жылуына бөлеміз. Орнына қояйық. 15 көбейтілген оның 6 дәрежесі көбейтілген 2 кг бөлінген 8,3 көбейтілген оның 6 дәрежесі жоуль бөлінген килограмм. Оның 6 дәрежелері қысқартылып кетеді. 15-ті 2-ге көбейтіп 8,3-ке бөлеміз. Бізде жауабы 3,6 килограмм шығады екен. Яғни осынша құрғақ отын жағу керек. 3,6 кг құрғақ отын жағу керек. Келесі 5-ші есеп. 3 кг бензин мен соншама керосинді толық жаққан кезде бөлінетін жылу мөлшерінің айырымы неге тең? Яғни 3 кг бензинмен және
соншалықты 3 кг керосин толық жаққанда жылу мөлшерлерінің айырымын табу керек. Массасы 3 кг, керосиннің 46 мегаджоуль және бензиндікі 46 мега, екеуінікі бірдей екен. Енді қойды табу керек. Мыналарды халықаралық бірліктер жүйесіне келтіргенде оның 6 дәрежесі орындарына қоямыз. Бірінші бензинмен есептедік, 138 мегаджоуль шығады. Бензинмен есептегенде 138 мегаджоуль шығады. Керосиндікмен есептегенде 138 мегаджоуль шығады екеуінде де. Өйткені массалары бірдей және мына керосин мен бензиннің несі бірдей. Енді дельта куб табамыз, яғни екеуінің айырымын. Бензиндікінен менікін екеуін бір-біріне азайтамыз, 0. Яғни қанша айырымы неге тең? Екеуінің айырымы 0-ге тең болады екен. Видео ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, каналға тіркеле отырайық.